Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде жарасыз туған сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жансыз табиғаттың пайдасы қандай? Сабақ бастамас бұрын шаттық шеңберін құрамыз. Айналаға алақанмен жылулықты шашайық. Сәттілік тілеп күлімсіреп біз сабақты бастайық. Балалар, біз табиғаттың екі түрі барын білеміз. Жанды табиғат және жансыз табиғат. Бізде жансыз табиғатқа тау, тас, бұлт, күн, ауа, құм, су жатады дедік. Енді бүгін осы жансыз табиғаттың адамға пайдасы туралы білетін боламыз. Айналамыздан әсем ғимараттар, түзу жолдарды көреміз. Бұлардың бәрі жансыз табиғаттан жасалады. Жансыз табиғатты адамдар күнделікті өмірде пайдаланады. Мысалы, тас, құм, топырақ сияқты жансыз заттардан үй құрылыстарын жасаса, ал су, ауа, күн адамға жалпы барлық тіршілік иелеріне өмір сүру үшін қажет екен. Біз ауасыз, сусыз өмір сүре аламыз ба? Жоқ, адамдар, жануарлар, өсімдіктер, бұлардың бәріне де су, ауа, күннің жылуы, күннің жарығы қажет екен. Енді бар, кітапты ашып, тапсырмаға қараймыз. Бірінші тапсырмада жансыз заттарды адамдар не үшін қолданады? Әңгімеле дейді. Бана жеріне қараймыз. Жаңа айтып кеттік, құмнан, тастан біздер не істейміз? Әдемі ғимараттар, жолдар саламыз. Суды ол бізге керек, білеміз керек екенін. Жануарға да, өсімдікке де. Топырақта бізге қажет. Мысалға, егін егетін болсақ, біздің топырағымыз құнарлы болу керек. Одан кейін көмірді біз не үшін пайдаланамыз? Үйді жылыту үшін пайдаланамыз. Одан кейін екінші тапсырмада саз балшықтан не жасауға болады? Белгіле дейді. Мына жерде қуыршақ, машина, пирамида ойыншық, құмыра және қонжық берілген. Осылардың ішінде саз балшықтан не жасауға болады? Саз балшық дегеніміз саз бен судың қосындысы. Оны бәрі жасап көрдік, жаздың күні. Осыдан біз не жасауға боламыз? Осыны тауып белгілейміз. Кітаптың екінші бетіндегі үшінші тапсырмада жанды және жансыз табиғатты салыстыр дейді. Қандай айырмашылық бар? Жанды табиғат пен жансыз табиғаттың айырмашылығы бізде жанды табиғат көбейеді, тыныс алады, өседі және қоректенеді. Ал жансыз табиғат бізде тыныс алмайды, қоректенбейді, көбеймейді, өспейді. Екеуінің айырмашылығы осы екен. Одан кейін төртінші тапсырмада жансыз табиғаттың суретін сал дейді. Мына жерге бізде жансыз табиғаттың суреттері берілген. Күн, су, тау. Енді осының астында бос орындарға тағы да қандай жансыз табиғат бар, солардың суретін салатын боламыз. Енді сабақ қорытындылай келе біздің бүгін үйренгеніміз жансыз табиғаттың адам үшін, бүкіл тіршілік иелері үшін пайдасы зор екен. Жанды табиғат пен жансыз табиғат бір-бірімен тығыз байланысты. Жанды табиғат сияқты жансыз табиғаттың да маңызы зор екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.